Ассалаумағалейкум, құрметті біздің ақылды емханамыздың, яғни информативный киоск бағдарламасының қолданушылар. Жалпы сіздерде IT бизнес групп компаниясы осы сіздермен бірге осы программада консультация жүргізетін болады. Достар, яғни әр мекеме мен ұйым жаңағы қолданушылар, сіздерді ең бірінші таныстырып өтейін. IT бизнес групп компаниясы бұл ақылды емханасына қазіргі таңда елбасының жолдауы бойынша ақылды емханасына көшіріп жатырмыз, яғни IT технология арқылы. Жалпы мен есімім Бейбарыс болады. Осы IT бизнес групп компаниясының основателі және де проект менеджері боламын қазіргі таңда. Бұл программа енді алғаш Шымкент қаласында басталған болатын. Қазіргі таңда Шымкент қаласында 28 медициналық мекемеде қойылып қойдық, яғни жұмыс жасап жатыр. Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазыловтың Инстаграм әлеуметтік желісінен көрсеңіздер болады. Яғни біз қазіргі таңда осы қалалық әкімшілікпен және де осы Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасымен жұмыс жасап жатырмыз. Енді осы консультацияны жүргізу барысында бұл программаны кішігірім таныстырып өтейін. Бұл жерде бұл программаның ерекшелігі қазіргі таңда яғни жалпы бізде бұл программаның ерекшелігі қазіргі таңда мынақты информативный киоск көріп тұрсыздар, мынақты QR код. Яғни бұның ерекшелігі қандай? Бұл әр мекемеде осындай информативный киоск тұруы міндеттелген деп айтсақ та болады. Потому что бұл жерде ресепшнде, әр ресепшнде осындай тұрған дұрыс. Және де әр мекеменің кабинетінде, ол жаңағы отделение бойынша каждый сотрудниктердің, яғни мемлекеттік жаңағы мекемелердің қызметкерлерінде осы, яғни врачтарға деп айтсақ болады, осындай әр врачтарға QR код тұруы міндетті. Бұл QR кодтың ерекшелігі генерация QR коды болады. Одан кейін мониторинг болады, анализ всех поликлиника. Одан кейін бүкіл разместить подробную информацию о поликлинике, оценка эффективности работы медицинских работников, оставить заявку на прием к директору онлайн, оставить отзыв в поликлинике, местоположение поликлиника на интерактивной карте. Осы яғни бізде қазір реализацияда болған мекемеде болып жатқан мекемелер жалпы. Енді қазір көрсетейін біреуін, мысалға ретінде қазір Бақытжан Пазыловтың страницасында әлеуметтік желісінде көрсетті алдында. Осы QR код барған кезде осындай табло жабыстыру қажет QR кодта. Бұл QR кодта үшінші суретте көрсетілген. Осы QR кодта өткен кезде осындай бағдарламаға өтеді екен, мысалға. Андай өтіп кетеді, мысалға. Әр по врачам QR код. Осы врачқа өткен кезде 5 шкаламен өлшенеді. Оның 2 шкаламен қойған кезде астынан автоматтық тұрғыда осындай анкета толтырады. Анкета не үшін деген секілді. Яғни бұл қазіргі таңда жұмыстың қолайлығы және де жаңағы врачтар мен пациенттардың арасында байланыс орната алады екен. Қаншалықты врач өзінің жұмысын жақсы атқарды, қаншалықты дұрыс атқарды. Және де осы сканер бойынша өткен кезде, яғни осы врачтың еңбек өтілі, информациясы көрсетіліп тұрады. Одан басқа жалпы қазіргі таңда осындай мынандай информативный киоскта осындай администрация бөлімі, врачи поликлиника, государственные услуги, КМС арқылы запись жасауға болады. Онлайн запись арқылы прием на главврачу жасауға болады. Және платная услуга от центра ОСМС. Осылардың барлығы жұмыс жасауға болады екен. Одан басқа бұл не қазіргі таңда осы қазір Шымкент ақпарат.kz сайтынан осы новостныйға шыққан болатын. Яғни бұл сайтты біз жасағанбыз. Біз өзіміз қазір акиматпен де жұмыс жасаймыз. Осы Шымкент ақпараттың жалпы сайтын жасаған болатынбыз негізі. Енді бұл жерде Шымкент қаласында 33 медициналық мекемеде QR код жүйесі іске қосылды деп хабарлайды. Жаңа технология арқылы дәрігерлер жайлы деректер, жұмыс кестесі, еңбек өтілі және науқастардың пікірін білуге мүмкіндік бар. Жалпы бұл бағдарлама уақытты үнемдеуге, қашықтықтан құжат алмасуға, жұмысты автоматтандыруға септігін тигізіп отыр. Сонымен қатар QR код қосымшасы арқылы науқастар дәрігердің қабылдауына жазылып, медицина маманының үйіне шақыртуына болады. Ең маңыздысы ұсыныстар, арыз-шағымдар мен талаптар қалдыруға да жағдай жасалған. Жалпы енді осы көріп отырғандарыңыз осы наусында шыққан қазір Шымкент қаласында басталған екен.
Шымкент денсаулық сақтау басқармасының өкілдерінің мәліметінше, жаңа жобаны қаладағы барлық мемлекеттік медициналық мекемеде іске қосу жоспарланып отыр. Жалпы осымен кішігірім түсініс не алдым. Енді біздің программаға оралайық. Бұл жерде администрация бөлімін басқан кезде осындай, мысалы, Өтеген Айман бұл главный врач болып отыр. Бұл жерде описаниясы тұр, мысалы, еңбек өтілі деген секілді. Потом по медперсоналын өтетін болсақ, бұл жерде врачтар негізі. По медперсоналын өткен кезде, мысалға, емханалық бөлімге өтетін болсақ, ол поликлиническое отделение, яғни біздің неміз екі тілде жасалған, орысша, қазақша стандартқа сәйкес. Осы орысшасын емханалық бөлімге өткен кезде, мысалы, бір белгілі бір врач-рентгенолог алған кезде, мысалы, Айжарықов Рахметжанды алған кезде, осының данные шығады. Мысалы, бұл QR-код әр мекемеде QR-код бойынша нақты суреттері тұрады, информациясы тұрады, осы секілді. Яғни бұл программаны қолдану үшін мен сіздерге доступ беремін. Яғни бұл программаны личный кабинет беремін, кірмес сияқты. Енді бұл личный доступқа қазір мысалы кіреміз. Енді бұл жерде қазір кірген кезде, мысалға, мен қазір осы Атырау 3-ші полк деп парольмен сіздерге жіберемін. Осындай сіздердің бұл личный кабинет 3 түрге жасадық. Біреу суперадмин, біреу, яғни главный бізде ключтер бізде, а сіздерге тек сіздер қолданатын нәрсені береміз. Бұл жерде отделениямыз, ең бірінші отделение қосамыз. Отделение қосқан кезде мені көріп отырғандарыңызда администрациясы бар, емханалық бөлімі бар. Осы жерде отделениеді қосатын болсақ, имясын жазып, мысалы, отделениенің қандай отделениеміз, администрация ма, поликлиническое отделение ма, ВОП па деген секілді. Одан басқа қазақшасын жазып, өздеріңіз показывать расписание 2 галочканың батырмасын басқаннан кейін өздеріңіздің объектілеріңізді интеграция жасайсыздар, байланыстырасыздар. Ол осы жерде мынаны жас, мысалға, администрация бөлімін әкімшілікті таңдағаннан кейін осы жерде уже екі очередьпен разделге тимейсіздер. Объектке басқан кезде объект, мысалы, қандай не қарайды сізге? Шымкент қаласында ма, жоқ Атырауда ма, Астанада ма? Мысалы, менің жағдайымда бұл Атырау 3-ші емханасы. Туған объектті көрсету қажет екен міндетті түрде. Соның ішінде осы Атыраудың осы мекемеде уже отделение ашылады автомат тұрғылықтан. Сайттан мына жерден барып көрсеңіздер болады, осы жерден. Осы жерден көрсеңіздер болады. Одан басқа осы жерде жаңағы осы личный кабинетте қосып болғаннан кейін ең бірінші должностьтарды қосасыздар. Одан кейін ең бірінші отделение қосасыздар. Отделение бар болса, егер отделение ашылса қоспайсыздар, ашылмаса қосасыздар. Одан кейін должностьты қосасыздар. Должность қандай, мысалға? Бұл жерде әртүрлі должность, мысалы, врач, рентгенолог болсын, терапевт болсын, сол секілді өздеріңіз нақты УЗИ болсын, осы нені үстіп толтырасыздар және объектін көрсетесіздер, байланыстырасыздар интеграциямен. Байланыстырып өттіңіздер, сохранить етесіздер сақталымда. Потом работниктер бойынша. Мысалы, работниктер, мысалы, нақты қазір біраз жұмысшылар енгізілген, мысалға. Әр осы работниктің мынандай QR-коды болады, мысалға. Өтеген Айманның, мысалы, қазір QR-кодпен, мысалы, соткамен өтсек, осы QR-кодты, яғни біздің программа шығады, атап айтылғанда. Осы программа осылай шығады, мысалға. Осылай шығады, по медперсоналам, одан кейін мынандай шығады, мысалға. Мысалы, главный врач бойынша, мысалы, кабинеті, мысалы, несі, стажы, қай уақытта жұмыс жасайды деген секілді. 5 шкаламен жөнеді, комментарий қалдырады, номер телефона, ФИО пациента, мысалға, осындай қалдырады екен. Бұл базаға түседі, яғни рейтинг базасына, рейтинг бөліміне түседі. Бұл рейтинг бөліміне түскенде мынандай отзыв шығады екен. Яғни менің жағдайымда қазір мен сіздерге көрсетейін. Мысалы, біздің суперадминді көрсететін болсақ, яғни біздің өзіміздің личный кабинетімізді көрсететін болсақ, бүкіл доступ бар бізде. Бүкіл доступ бар, мынандай рейтинг тұрады, мысалға. Проблема шешілді ма, шешілмеді ма деген секілді. Мониторинг жүреді. Және де осы жерде, мысалы, рейтингті басқан кезде, осы жерде, мысалы, қандай объект, мысалға, 6-ші емхананы қарастыратын болсақ, мысалы, нақты не беріп жатыр, мысалға. Нақты, мысалы, не беріп жатыр. Осы жерде комментарий жақсы беріп жатыр. Иіні қалып кетеді, мысалға, секілді. Одан кейін объектілер, яғни объектілер, мынандай сияқты объектілер қосылады. Қанша объект бар, осының объектінің ішін жөндеп, сурет жаңағындай описаниясын қойсаңыздар болады деген секілді, администрациясын, нормативный право актісін қоюға болады. Одан басқа пользовательда біз осындай личный доступ береміз, әр ключ береміз сіздерге. Бұл ключ міндетті түрде жоғалтпау қажет. Кімес сияқты әр неде, мысалы, қазір сіздер неде жұмыс жасап жатсыздар ғой, негізі басқа да бағдарламаларда, ASP деген секілді, сондай секілді. Потом работникке не алған кезде, мысалға, бір работникті іздейміз. Мысалы, осы работникті іздеген кезде
осы жақтан не алады екен, мысалы жауап береді іздеп. Мысалы рабочийге басқан кезде осы әр рабочийдің QR коды болады мысалға. Әр рабочийдің осының QR коды болады мысалға. Яғни сіздер міне мына жақта шығады QR код шықты, мына осы QR код бойынша өтсеңіздер мысалға. Осы QR код бойынша өтсеңіздер осыны шығады міне. Яғни енді рабочийді қосқан кезде Давид батырмасын басасыз. Осы жерде имясы жазсаңыз, должности қандай мысалы, отделениесі қандай, потом кабинеті, потом суретін қоя аласыздар. Мысалы, қандай сурет? Осының отдельно 3-4 суретін қоя бересіздер. Потом график работасыз, мысалы, понедельник график работа қоясыз, средаға, вторникқа деген секілді. Описаниясын жазасыздар. Описания жаңағы стаж работалы, еңбек өтілі деген секілді. Осы жерде толықтай жазатын боласыздар. Жалпы осы жерде потом толықтай жазып болғаннан кейін мысалға порядок нөмірін реттік санын қоясыз. Мысалы, реттік екінші нөмірде тұру қажет ол кісі, үшінші нөмірде ма, бірде болса бірде басасыздар. Одан кейін жақта астында is direction деген батырманы баспайсыздар. Яғни is directionды қандай жағдайда басасыздар. Если бұл кісі, яғни мысалға Бектұров Рамазан деген кісі, мысалға осы кісі, яғни бұл әкімшілік бас дәрігердің несі, орынбасары немесе главврач болатын болса ғана басасыздар. Бұл жерде баспайсыздар, бұл врачтар бойынша не алатын болсаңыздар баспайсыздар. Галочканы баспайсыздар. Ал не бойынша басасыздар, если администрацияға жататын болса, ол адам міндетті түрде басып кетесіздер. Так, біздің программамыз, консультациямыз толықтай айтылды. Одан басқа қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сіздерге личный кабинетте осындай береміз мынандай. Личный кабинетте. Мысалға мен бұл личный кабинеттен шығайын қазір. Личный кабинеттен шыққан кезде осы мысалы сіздердің әрбір личный кабинеттеріңіз беріледі осындай. Осы бойынша рейтинг функциялар, рейтингтер сіздің базаларыңызға байланысып түсіп отырады. Одан басқа бұл программаның ерекшелігі, айта кететін жағдай, бұл жерде біз главный страницаға басатын болсақ, екі бағдарламада жасалған, біреу орысша, қазақша. Медициналық персонал, государственная услуга айттық. Так, платный услуганы қойдық, платный услугаларды біз қоямыз. Әр мекемеде платный услугасы жоғары міндетті түрде. Одан басқа нормативный право актылары бар мысалға. Одан басқа жаңағы анасы деген кнопка батырманы басқан кезде мына мысалы информация шығады, мысалы ол қазақша факты басқан кезде қазақшасы шығады. Одан басқа онлайн режимде бас дәрігер жазылуы да болады екен. Бұл функцияда жасап жатыр достар. Потом ОСМС бар, стандартный нормативке сәйкес. Сосын список медицинских учреждений бойынша да өтсек болады. Мынандай картасы қойылады, әрбір карта болатын болады. Жалпы мынандай презентацияда бар, біздің немізді кішігірім форматта көріп шықсаңыздар, бір көз жүгіріп шықсаңыздар, потому что сәл түсінікті болсын сіздерге. IT бизнес групп компаниясы представляет информативный киоск QR код с программу. Так, біздің мына нөмірімізді көрсетсек болады, яғни 872-184-42-95. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, бағдарламаға сәйкесінше, жаңартуға сәйкес осы нөмірге хабарласасыздар. Және де біздің Instagram әлеуметтік желіміз, екі Instagram әлеуметтік желіміз бар. Одан басқа мына бізде бұны көрсеттім. Осы бойынша сіздерге көрсетіледі, айтылады. Генерация QR коды болады. Яғни қазір осындай объектілерде жалпы сіздердің мынандай мысалға осы личный кабинеттеріңіз болады. Мынандай информативный киоск әр мекемеде болады. Информативный киоск пен QR код екі бөлек нәрсе. Жалпы біз соның бәрін 3 в 1 қылып жасап жатырмыз. Мен түсіндірген кезенім, түсіндіріп жатқан не алған осы жерде. Одан басқа Бақытжан Пазыловтың страницасында әлеуметтік желісінде әр мекеме карталары қандай Яндекс картамен де байланыстырамыз. Одан кейін личный кабинет суперадминге береміз осындай. Парольдардың бәрін беретін боламыз сіздерге осындай. Мысалы салып жатқан объектілерді қосып жатқан жаңа объектілер, мысалы Атырауда 20 организацияға, 20 мекемеге осындай объектілерге емханаларға қосатын болсаңыздар, осы доступты береміз сіздерге. Оның бәрін бізбен тікелей байланыста боласыздар, бізбен жұмыс жасайтын боласыздар. Яғни қандай да сұрақтарыңыз болса, жалпы мен бағдарламаны толықтай түсіндіріп айттым деп ойлаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы IT бизнес групп компаниясына хабарласып, осы нөмір бойынша хабарласаңыздар болады. Біздің сайтымыз itbgroup.kz, яғни кез келген заказдар бойынша қабылдаймыз. Яғни ол сайт разработка болсын, мобильный приложение болсын, кез келген версияда қабылдаймыз. Назарларыңызға рахмет үлкен.
осы сұрақтар бойынша осы біздің сайтқа заявка қалдырсаңыз болады